Ассалаумалейкум, эфирде заман. Бүгін Қырмышғалынан 1335-ші күні студияда Шевкет Аматулаев чалыша. Госкомнатсынан яңы рейсі тайынленді. Ишғал етілген Қырымның миллетлер ара мұнасебетлері комитетінің ел башчысы Ленур Абдураманов олды. Бұндан вело кефенің ишғалжілер мемориетінде миллетлер ара мұнасебетлерінен оғырашайды. Октябрінің 16-сында комитетінің сабық ел башчысы Заур Смирнов истифаға шықты. Қырымның ишғалжы ел башчысы Сергей Аксенов оның ішіні файдасыз деп ариза язмаға мечбур еткен еді. Яңы тайынленген Ленур Абдураманов Заур Смирнов қабыл еткен қарарларына тешкіреже екен. Түркия Киевде Жамиве Қырымдан вақтынже көчіп келгенлер үшін евлер құрajақ. Бұны Мустафа Джемилев білдірді. Қырымдатарларының лидері Дейки бұл вақта Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған әлі аңлашты. Жұма Жамиве бин дайрелік бірқа чев үшін топырақ дамартысы тапылды. 3 гектар топырақ Киевнің Печерск районында берілежек. Құрыжылық ішлер 2018 сенесі башлай жақтыр. Мескен құрылышына 70-80 миллион доллар масраф етілмесі планлаштыралы. Жами құрылышы үшін Түркияның Дианет назірлігі 10-15 миллион доллар айырмаға ишандырған. Русиялер ишғал территориясына кеңлештірежек. Олай ишғалжылер Сивашқа көз ташлаған. Бұны Украина президентінің Қырымдаки дайми темчілшісі Борис Бабин білдірді. Мемур айтқанына көре Русия сыңыр гемісі Сивашта бұлынған Украин балықшыларына тұтып қанунсыз балық тұта деп жезалаған. Програнслужби ФСБ РФ вилучили з води законно там розташовані засоби лову разом із рибою. І після того, як українські прикордонники наблизилися до них, вони втекли на тимчасово окуповану територію АРК, саме в село Мисове, разом з засобами лову і з рибою. Після цього росіяни зрозуміли, що за з'їдену рибу із поплюженої сітки слід буде відповідати, мабуть. І вони викатали фейкову заяву про те, що вони нібито борються з браконьєрством в Севашу і розмістили це в російських засобах масової інформації. Олар Путиннің Қырымға келгеніне қуанған еді. Шымды есе Кремль режимі оларына евлерінден қуа. Русия Мудафан әзірлігі семейізде яшаған 4 қорантаны евлеріні теркетмеге мечбур еті. Дегер мескенесе теклif етілмей. Бұл ерде құржылық башлай жақ екен. Тавсилатлы жамұқбирамас Эльвина Сидбулаева тариф еті. Люди живут 40-50 лет, тут уже 3 поколения сменилось. Дети маленькие, грудные. Бұл видеоны Қырым сәкенлерінің бірі дерчеті азбарда яжыған 4 қорантадан үшінде құндақ бала бар. Сәкенлерінің айтқанына көре олар мұнда чоқ вақыттан берлі яшай ве евлеріне кереклі весіқалары бар. При Украине мы тоже жили более-менее. С приходом в Россию мы исчезли из всех документов. Елена Иванниковаға бұл Эвана бабасындан қалды. Оларға Совет үкіметі заманында Арбишев аханеде çalışқаны үшін дайреде яшамақ үшін ордер берілген. Қырым ишғал етілген сон бұл одаларға Кремльнің Мудафан әзірлігі көз ташлады. Сәкенлерге бұл дәрелер еріне бірде-бір мескен теклиф етмеділер. Оларға евлерден тек шықмақ ультиматумны сеслендірділер. Они считают, что здесь сараи, что мы здесь живем незаконно, что мы просто шли и решили здесь вдруг пожить. Они нас отсюда выгоняют, они прям так на суде, их представитель, их юрист, так прям на суде и заявлял. Тот санаторий там, та территория, она работает всегда круглогодично, наша территория не работает уже много лет. Территория готовится под застройку. Евлер Арбишев аханесінен бір сынара Мудафан әзірлігі оларны өз незаретіне алмаға істей. İnsanlar нәзірлік оларның евлері тұрған топырақ бойынша азырлаған весіқаларының сақты дейлер. Головы Семейского поссовета Николая Григорьевича Макаренко никаких действий по выдаче государственного акта военному санаторию произведено Семейским поссоветом не было. Мало того, по факту подделки документов Семейский поссовет подавал в следственные органы представление о возбуждении уголовного дела. Бұл инсанлар 2014 сенесі Қырым ишғаліне қуванып, Русия үкіметі тікленгеніне авес олғаныны сақламалар. Я сам и на блокпостах стоял, и принимал участие в митинге в Ялте за Россию. Ама ишғалчы үкіметі гүзел денішмелер олачақ деп, вады еткенлеріне бақмадан керчеклешмеді. Енді инсанлар не ерде яшачағыны да білмелер. Кешенлері бұл инсанларға суыны да кестілер, Русияның махкемелерінде де адалетні беклемелер. Эльвина Сидбулаева, Заман, АТР.
Қырым Украина территориясы бұны Русия президенті вазифесіне намзет Ксения Собчак матбуат конференциясы девамада сеслендірді. Қырым кімге айытылған суалы бірінші оларақ яңғырады. На конкретный вопрос я даю конкретный ответ. Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Точка. Русия мұхалифелетшілерінің эксериеті Қырымна Русия ишғал етті деген фірге қол тұтмай. Мисал оларақ Алексей Навальный 2014 сенесі Кремльні ақлаған еді. Сонра есе Қырымда яңы референдум кечірілмек керек деді. Кеченлері есе Русияны шымды олған сыңырларында танығанны сеслендірді. Киевтің Святошинск махкемесі ООН лидері Михаил Кахановскийге сыңырлану фусылыны белгілемекте. Полиция сабадан күчінен махкеме бинасыны бошатты. Селялық үветлерінің хадимлері ООН әрекетінің тарафдарларына қаршы көз кесіжі газ ве күч қолланған. Кахановский тарафдарлары оны азат етмеге талап етті. Гежесі фааллер махкеме бинасыны запт еті баррикадалар япты. Сабадан селялы уджум башланды. Тәфсилатлы жа левхамызда тариф етілі. Поліція б'є людей, пшикає людей балончиком прямо в приміщенні залі суду. Сындырылған жам, авдарылған мефрошаты ветола. Айны более алда бұл геже Киев шәріндегі Святошинск вилаетінің махкеме залы бұлынмақта. Бөйлі әрекетлерінен яқаланған Николай Кахановскийның тарадашлары махкеме залыны блок еттілер. Mahkeme kararının çıkarılığını yarınға keçirili. Aktivistler ООН adlı milli hareketinin yol başçısını СИЗОға alıp кетуini istemiyorlar. З апаратури, там журналісти кричали, хтось з журналістів кричав, там не бийте, апаратура. Просто, про що це говорить? Про те, що був наказ просто бити і абсолютно не розбиратись, хто там що. Саба муафиз вақыты екінленді. Бұна көре Кахановскийні ебермеге кереклер. Активистлер махкеме залына ичерден кірішіні қапаталар. Саба есе полис хадимлері бұл әрекетлерге көре инсанлар қаршысына газны қоланалар. Николай Кахановскийде зарар ала. Медики, які приїхали оглядати Коханівського, встановили, що його стан потребує негайного медичного, будемо казати так, дослідження для встановлення діагнозу, оскільки в нього є візуально побої на голові, на обличчі. Кахановскийні хастаханеге алып кеттілер. Тахменен 30-ге яқын активистіні ве бір журналистіні полис хадимлері яқаладылар. Оларны Шевченковский вилаетінің полис адаресіне алып кеттілер. Униан хабер агентлігінің мұғбирінің біліргеніне көре, оны бір қач кере ұрдылар. Журналист өзіні танытқанына бақмаздан полис хадимлері ондан весиқаларını алып ташладылар. Біраздан мұғбирден афу сорап еберділер. Сьогодні в 10 годин ранку мною була дана команда розблокувати шляхом фізичного застосування спецпідрозділів поліції, що було здійснено на протязі декількох хвилин. Найбільш активні учасники правопорушення, я думаю, будуть затримані по статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Николай Кахановский яраланған себебі махкеме отырышыны саат 15-ке кечірділер. ООН адлы батальонын команданын Николай Кахановский батальонын аскері Руслан Качмаловның арасында Атышов век отеклешеву олған сон 21 октябрь Академгородок адлы метро станциясында яқаланды. А когда мне по почве стреляет, это нормально? Николай Кахановскийның біліргеніне көре бұл Атышов Академгородок адлы станция янында ерлешкен ятақханеден инсанларны мечбури алда evlerden қуғанлары себебі ile oldu. Шымды о полисте булынмақта. Вдома особа епатажно поводить себе на вулицях столиці, влаштувала бійку, яка закінчилася стріляниною. Буде притягатися до відповідальності. Mahkeme залында тәртіпсізлік әрекетлері етілгені үшін полис хадимлері 194 статья бойынша жинай ішіні açtı. Егер олар қабатлы олғанларыны избатласалар, оларға 5 жыл апыс вақты берілежек. Риана Алиева, Маргарита Потапова, Людмила Гарпинич, Заман, АТР.
Bu saat hazır olgan sonki haberimiz edi. Efirimizni bugun programması devam ete. Meni seslerine saat 21'ge kadar sağlıklaşam. Көрüşкенже.